4-ші сабақ бізде кондуринмен жұмыс және узор жасап көрсететін болам. Ең бірінші кондуриннің түрлері ол золотистый, молочный шоколадқа арналған және перламутровый деген түрі, белый шоколадқа арналған. Қазір белый шоколадқа жұмсақ щеткамен жағып көрсетемін. Қараңыздар, қалай жылтырап шығады. Және осындай движениемен щеткамен барлық клубникаларды бояп шығамыз. Узор жасап көрсететін боламын. Ең бірінші осындай одноразовый кондитерский мешокқа біз еріп тұрған шоколадымызды құйып аламыз. Ол бізге әдемі узорлар жасау үшін керек болады. Және осылай қатты етіп байлаймыз. Және мешоктың басын қайшымен кішкене кесіп аламыз. Енді осы шоколадпен әртүрлі өз фантазияңызға қарай узорлар салуға болады. Мысалы, видеода осындай полоска, молочный және белый шоколадпен оюлар және полоска үстіне осылай посыпка сепсеңіз, өте әдемі көрінетін болады.